Ал қайырлы күн, ұстаздар, оқушылар. Мынау енді өзіміздің дәстүріміз бойынша бүгін Бауыржан бауырымызды, Дәурен інімізді сіздерге кездесуге шақырып келіп отырмыз. Бауыржан Ибрагимовті енді білмейтін қазақ жоқ шығар. Кішкентай жастар білмейді ме? Көптен бері сахнада аз шығады, одан кейін білмеуі мүмкін. Біз бала кезімізде Тамаша деген телевизордан көрсететін. Құдайберген Сұлтанбаев деген, Тұңғышбай Жаманқұлов деген аталарымыз болатын. Бүкіл қазақ соны көретін. Өте керемет болушы еді. Кейін осы Бауыржан ағаларымыз соларға қосылып, өте бір керемет жаңағы халықтың көңіл күйін көтеріп, неше түрлі проблемаларды әдемі әзілмен елге жеткізетін сондай үлкен жаңағы азамат. Бүгінде үлкен кәсіпкер, Шымкент қаласында тұрады. Шымкент қаласында Шипа палау деп ашып, оны бар дәмін таттық, керемет палаулар екен. Құтты болсын. Ал енді мектебіміз туралы жаңа шет жағасын айттық. Бар ықыласымызды салып соқтық. Әлемдік деңгейдегі мектеп. Мұғалімдерге де айтып жатырмыз, сіздер әлемдік деңгейдегі жаңағы мұғалімдерге сәйкес болуларыңыз керек деп оқушыларымызға да айтып жатырмыз. Құдай қаласа жаңағы деңгейіміз көтеріп келе жатыр. Өткен жылы азғантай ғана оқушылардан 11 ғана оқушы бітірсе, енді алғашқы 11 жас келе қоймайды ғой. Соның ішіндегі екеуі алтын медальмен бітірді. Биыл да екеу, келесі жылы 10-нан асады деп отырмыз. Анау Жетісайдағы 585 алтын медаль жаңағы шығарған ұстазымыз аты кім еді ол кісінің? Жақында ғана келіп батасын беріп кетті. Бізде де сондай болады ғой деп ойлаймын. Сондықтан мынау осындай әрбір кездесуден өздеріңізге жақсы тәлім-тәрбие алыңыздар. Жаңа алдында ғана Мейірман марқұм Нұрекеев, тамашаның актері, экзамен тапсырып жатқан не ғой? Не жүрі? Мынау енді бұл жаңа әбекешка менің ученикім, шәкіртім. Мынау мені? Біле деген ғой. Мынау құдағи, менің құдағиым. Мен сізді көрсем, осы аяғым тұрылдайып кетеді деп тұрған кез. Мына Бақыт деген менің шәкіртім, театрдың актрисасы. Қазір Жүргенов театрында сабақ береді, сахна тілінен. Мына Қуандық Шәкіржанов деген шәкіртім менің, қазір көп киноларға түсіп жүр. Қуандық. Анау Донор деген фильмін көрдім өткенде. Ана баянмен сүйістім, аға қалай болды дейді, молодец, құтты болсын дедім. Мынау біздің анау әскер, мына Құдайберген марқұм. Бұл кісілерден мен өзім ұстазым санайтынмын, өйткені бұлар пардаға отырғызып мені сабақ беруге үйреткен жоқ. Бірақ дегенмен біз енді практиктеріміз ғой, енді практика сол сахнада бұл кісілер қалай жаңа грим жасайды, қалай рөлге дайындалады, қалай образ жасайды, соның бәрін енді осы кісілердің қасында жүріп үйрендім мен. Мына Құдайбергеннің бір керемет қасиеті, 100-ші рет ойнайын деп тұрған рөлінің тексін қайталап отыратын грим сабатқанда. Ол 100-ші рет ойнауы мүмкін де оны. Бірақ жаңа текстіне қарап отырады. Енді бұл кісілер ана академ театрында істеген ғой өзіпті. Бұлар ана сөзге өте қатты мән береді. Направлениесі бар, сол енді мағынасы бар. Жалпы мына біздің эстрада актерінің енді основной оружиясы ол экспромт. Мына сахнада туылатын, аяқ астынан импровизация. Вот сондай. Менің есімім Ерғалиқызы Бану болады, осы жақта қазақ тілі пәні мұғалімімін. Енді бізге тілдерге қашанда журналистика жағы қызығырақ болып тұрады. Бір кездері өзіңіз телеарнада жүргізуші болып қызмет атқарған екенсіз. Сол жөнінде айтып берсеңіз, қалай болды, кім шақырды, жалпы ол жақтағы тәжірибеңіз сіз үшін қалай жүзеге асты? Сериалдар болғанда не ғой? Мен жалпы телеарнада Хабармен Қазақстан отырыңыз ұлттық арнасында екі проект жасадым.
Біреуі көз көрген деген, екіншісі өмір сабақтары деген. Екі бағдарламаның да авторы өзім. Өз жерде енді біріншісі марқұм анау менің сатирадағы ағам Көпен Әмірбеков марқұм қайтыс болып кетті ғой, сол кісімен бірге жүргіздік екеуміз. Мынау өмірден өтіп кеткен біздің қазақтың жаңағы майталман актерлары, содан кейін жаңағы жазушылар, ақындар ағаларымыз, баяғы анау Оспан Қан ағамыз, Шона Смақанұлы, Сейіткен Жақметов деген сияқты қазақтың кәдімгі мынау мүйізі қарағайдай сатирик ағаларымыздың солардың творчествосымен елді таныстыру мақсатында ашқам. Екіншісі жағы ютубта бар, 85 сериясын түсірдім. Ол 30 минуттық тәрбиелік мәні бар жаңа фильмдер. Мына тіліміз бар, біздің әдет ғұрпымыз бар. Мына баяғыда мысалы үшін мына Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз осы нені ислам дінін тарату керек болды ғой. Мен бұны қалай таратам, мен бұны не істей алам жалғыз өзім дегенде, Жәбірейіл айтты, Алла тағала саған тапсырма берді, әрекет жасасын, әрекет жасаса мен өзім ары қарай қолдап кетем деп айтты ғой. Сол сияқты әр нәрсені өзі бір әрекет жасасаң, Алла тағала қолдап отырады. Өйткені біз ұлт болғаннан кейін өз тілімізді сыйлауымыз керек, сүйуіміз керек, сол тілде сөйлеуіміз керек. Өзіміздің әдет ғұрпымыз бар, атадан қалған дәстүрлеріміз бар мысалға. Мына Ахмет Яссауиді не үшін түркі халқы жақсы көреді? Себебі ол жаңағы Мұхаммед пайғамбарымыз таратқан дін келген кезде арабтардың бізге керек емес дүниелері бар, әдет ғұрыптары бар, салт дәстүрлері бар. Солардың бәрін өткізбей бізге біздің салт дәстүрімізге келетіндей қана керегін ғана өткізіп, керек емесін тоқтатып тастаған. Мысалға арабтарда бір екі ағайындының баласы бір-бірінің қызын ала беретін әдет ғұрыптары бар мысалға. Мысалы үшін Мұхаммед пайғамбарымыздың әкесінің туған ағасы Әбу Таліптің баласы Әли Мұхаммед пайғамбардың Фатима деген қызына отыр. Екеуі бір әке бір шешеден туған туысқан бауырлар мысалға да. Бізде осындай керемет қадір қасиетімізді ұстап тұрған мына жеті ата деген бар. Сол жеті атаның арқасында біздің осы талантты, мынау айтып барлық жерде айтады, мына қазақ халқы талант деген, кешені орыстардың өздері мойындап жатыр, біздің Димаштар шыққаннан кейін. Жалпы вообще қазақ халқы действительно талантты. Неге талантты? Оны тексеріп келсе, сол жеті атаның әсері бар сол жерде. Қан бұзылмайды да, қан таза. Вот сондықтан да сондай мақсатпен бір кішкентай да болса енді осы өнерде жүргеннен кейін, мына Әлекең енді айтып отыр ғой, бұрын ДВД-да істеп едім, милиция болдым дейді. Бірақ ар жағында түкпірінде жан дүниесінде сондай Алла тағаладан берілген қасиет бар да, осы еліме бірдеңе жасасам екен, бір болашаққа, бір жастарға бір қолғабыс тиетіндей бір қандай іс-әрекет жасасам деп осы мектеп таңдады бұл кісі. Ал енді мектеп таңдау, ол енді баяғы біздің мектептің білімнің атасы мына Ахмет Байтұрсынов деген аталарың бар, енді ол кісіні білесіздер ғой барлықтарыңыз. Одан кейін Ыбырай Алтынсаринді, олардың кезінде болмайтын шалашта парта жоқ, жерде отырып тастың үстінде мысалы үшін. Ал енді қазіргі заманда мен бәрін аралап шықтым, не деген мысалы үшін жағдай. Соның бәріне бұл кісі мысалы үшін бір гостиничный комплекстер салып, болмаса шетелден бір виллалар алып жүрсе, бұл кісіге ешкім ештеңе демейді. Қазір енді коммерцияның заманы. Бірақ бұл кісінің негізі алдына қойған мақсаты осы елім, жұртым, болашағым, менің қазағым деп күйіп пісіп жүрген Әлеке сізге көп рахмет. Сізді көзіңізге мақтаным емес. Действительно, сіздердей азамат қазіргі заманда саусақпен санаулы. Елдің қамын жеп жүрген. Дәл осындай бүгінгі заманда елдің қамын жеп жүрген, анау ой үшін емес, болмаса бір показуха үшін емес, шын жүрегінен. Бір 10 бала болса да ертең осы елін сүйетін, жерін сүйетін бір патриот балдар оқып шықса екен деп. Мына эстетика, этика деген ілім бар, мысалы үшін. Өзін өзі сыйламаған адам, өзін өзі қадірлемеген адам, ол өзгені де қадірлемейді. Бірінші ол тазалықтан басталады. Баяғыда жағдай жоқ, ауылда
өстік. Мен мына жерде мына Қазығұрт ауданының мына Атлақ деген ауылында сол жерде туып өскем. Сонда мектепке барғанда енді қазір ғой енді асфальт бар, свет жанып тұр. Анау үйдің әрқайсысында колонкада су бар. Анау әпкіш деген болады, ана мойынға асып алып сайдан су тасимыз мысалға. Содан кейін мектепке барғанда мектептің алдында мынандай науа болады. Соған сыпыр қойып қояды, ана аяғымыз жуып кіреміз. Сонда менің анам марқұм өте таза, чистоплотный кісі еді. Сонда маған ана аяқ киімді бір пакетке орап береді, мына етігіңді барғаннан кейін шешіп қойып, ана мектептің ішінде, ана классың ішінде таза жүр, мына аяғыңды киіп алып жүр деп. Өйткені сен ол білім алып жүрген жерің дейді да. Білім алып жүрген жеріңе үлкен құрметпен қара дейді. Мысалға, анау мешітке баратын мұсылман тазаланып, дәрет алып барады ғой, сол сияқты мектеп деген ол біздің жастар сендердің мешіттерің бұл жер. Бұл енді ол Алланың үйі болса, бұл білімнің үйі. Білімді Алла тағала өзі айтқан. Білімді болыңдар, оқыңдар деп. Мұхаммед пайғамбарға ана Қира тауында айтты ғой. Жәбірейіл жіберіп айтты. Оқы деді, оқи алмаймын деді. Ей, оқы деді. Лелің ақтан алды, оқы, және оқы дегенде. Тура сол жерден аған. Көрдіңіздер ме? Бұның бәрі бір-бірімен бүйтіп жалғасып жатқан нәрсе де. Сондықтан да мына жердегі мына тазалықты көріп, мына эстетикалық бүкіл жағдайын көргеннен кейін мен риза болып отырмын. Мен сол әдет осы күнге дейін аға, мен қандай жағдайда келейін даладан, түнде келейін, кешке келейін, таң ата келейін, мен аяқ киімді тазалап жуып қоймай мен жатпаймын. Өйткені мен күндіз бармайтын жерім жоқ, анда керем, мұнда керем, ол сол жаман аураны үйге алып кіруі мүмкін. Сондықтан да аяқ киімді тазалап қоямын. Вот соны әдетке айландырған адам, мен өзім ойлаймын да, кейін анау Асқар Тоқпановтың қолына түсіп қалдым тағы да. Асқар Тоқпанов деген енді қазақтың, енді не деп айтсам болады, қазақтың Станиславскийі, театрдың енді ол кісі біздің атасы. Театрды Асанәлі Әшімовтерге дейін сол кісі таңдап актер қылған кісі. Сол кісінің қолына түсті. Ол кісінің қаталдығы, ол кісінің бізден требовать ететіні, сахнадан жаңағы боқтап керек болса ұрып қуып жіберетін, мысалы үшін. Ертең мынаны жасап келмесең, ертең институттан кетесің деп. Сондай кісілердің қолына түсіп қалдық та, содан жауапкершілік, айтқан сөзде тұру. Содан кейін енді мынандай азаматтар осындай жағдай жасап жатқан кезде соны ақылды балдар, ата-анасынан жақсы тәрбиелеген балдар соны пайдаланып қалады. Ол әркімнің маңдайына беріле бермейді ондай нәрсе. Мысалы үшін бұндай мектепке келіп оқу үшін армандап. Ал енді сіздердің осы жерде отырған балдардың сол пешенесі жазылған болса, соны максимально пайдалану керек. Әреге, дұрыс па? Сондықтан да мына жұмыстарыңызды көріп мен риза болып жатырмын. Бұдан да ары дамай беріңіздер. Әр қазақтың баласы осы ең жаманы сізбен біздей болып өссе, мен жаман болмайды ғой деп ойлаймын. Егер әр қазақтың баласы сөйтіп халқына, ұлтына жанашырлық танытып, осындай мектеп салып, ертең патриот болсын, елім, жерім дегенде жанын беріп тұратын сондай қайсар қайтпас азаматтар тәрбиелеп шығаруға атсалысып жүрген бұндай азаматтар қазір кемдеген. Ал енді анау алып қашып, ары бері анау екен ғой, ой ақасы мынандай екен деген біздің қазақи бір кер тартпа бір қасиеттер бар, ондайға мән бермеңіздер. Самый главный, жағдайларың бар ма? Мұғалімдерің бар, оқытып жатыр ма? Вот соны ойлаңдар. Баяғыда бір әкесі мен баласы екеуі келе жатыр екен дейді. Сосын ана әкесі балам шаршап қалмасын деп, мына мен Ибрагим деген ұлым мынау. Осындай баласын ана есекке мінгізіп қойған ғой. Сөйтіп есекке мінгізіп келе жатса, мына жақтағы тұрған жаңа анау мынауды айтқышбектер жаңағы диванда жатып критиктер да. Солар көріп жатып айтады деген. Мынау бала оңбайтын бала ғой мынау. Көргенсіз ғой мынау. Ана әкесін ешек жетектетіп қойғанша әкесін мінгізіп өзі жетектеп жүрмей ме? Көргенсіз деген ғой. Соны әкесі естиді де баласына айтады. Балам, мен отырайын мына есекке, сен жетектеші дейді, мына елдер күліп жатыр дейді. Сосын әкесі отырады, баласы жетектеп келе жатса, бағанағылар қайттан әңгімені бастайды. Мынау оңбаған, мына қарашы, ана титтай баласына ешек жетектеткізіп, өзі ешекке отырып алған қарашты. Ойбай, балам кел отыр, екеуміз де отырып алайық, мыналар жерде бізді әңгіме қылып жатыр ғой деп. Екеуі отырып алса, тағы да әңгіме қылады. Оңбағандар сойталдай болып, екеуі мына бейшара ешекке екеуі қосақтап мініп алғанын қарашы. Сорлы есек ай деп.
Сосын екеуі түсіп, қош құрсын бұл ешекке мінбей қояйық, жетектеп жүрейік деп жетектеп келсе, тағы да бағанағылар айтады. Ой, мынау көргенсіз ақымақ. Вообще бастар істемей деген әкесінде баласында. Оны мінбегеннен кейін неменеге жетектеп жүр оны деп. Сол сияқты ол айналаға адам өмір жақпайды. Оның ішінде өз біздің қазақтың бұрыннан келе жатқан сондай бір әдемі бір қасиетіміз бар. Анау баяғы Абай атамыздың айтқан сөзі бар. Озғанды көріп, аяғынан шалу емес дейді қызғаныштан. Озғанды көріп өзіңді өзің қамшыла дейді. Сол кезде жарыс болған жерде не болады? Ұтыс болады. Жарыс болған жерде сапа болады, мысалы үшін. Сондықтан да балдарға мен өте бүгін шын жүрегімнен тілегімді айтып жатырмын. Осындай мектепте келіп оқып жүрген бақытты балдар, аман болыңдар. Осындай мұғалімдеріңді, осы сендерге жағдай жүрген әлекеңдерді қадірлеп, құрметтеп, деген сол 10-11 жылдарыңды максимально пайдаланып, отличник болмасаң да адаммен дұрыс сөйлесе алатын, үлкенді құрметтейтін, кішіні сыйлайтын, үлкенді сыйлайтын, кішіні құрметтейтін, еліңді, жеріңді сүйетін азамат болып шық. Ол барлық адамның маңдайына ол отличник болды жазбаған. Самый главный профессия ол жақсы адам. Жақсы адам болса, өзінің әке-шешесінен бастап, өзінің мұғалімдерін, бауырларын, достарын құрметтейтін, сыйлайтын азамат болып шықса, соның өзі біраз нәрсе. Құда қаласа. Ары қарай кет. Не дедің? Сәлеметсіз бе? Мектебімізге қош келдіңіз. Біз кішкентай кезімізде сіздің Бауыржан шоу театрыңызды көретінбіз, соны көріп қазір есіме түсіп отыр. Кассетадан көретінбіз. Өзім бақыт сезініп тұрмын сізді бетпе-бет көргеніме. Енді сізге сұрағым, жаңа айтып жатырсыз ғой, жақсы адамды қалыптастыру. Бізге мұғалімдерге қандай кеңес берер едіңіз? Қоғамға, елге пайда тигізетін азаматты қалай тәрбиелеуге болады? Жолдарын білесіз бе? Сол сұрағым. Қалай тәрбиелеуге болады дейсіз ба? Енді мұғалімге сен мынандай мұғалім болуың керек деп мен айтамаймын. Өйткені әр мұғалімнің өзінің методикасы бар, балдармен араласу, сөйлесу деген сияқты. Біреу қатаң болады мұғалім, бір кісілер жақсы жылы сөзбен баланы тыңдатады. Бірақ дегенмен енді жалпы баланы бірінші айтады ғой, жылап атқан баланың аузына қанша тәтті дәмді тықпаштасаң да, ол оны жемейді. Өйткені ол жылап атыр ғой. Сондықтан да ол баланы бірінші жұбату керек та. Жұбатып болғаннан кейін, успокоить еткеннен кейін берсең, ол жейді. Сол сияқты балдарға сондай тыңдататындай қылып, есіне шықпайтындай қылып, жаңағы әңгіме айтып, тәлім тәрбие берсеңіздер, Құда қаласа. Жалпы біздің енді мынау Шымкенттің халқы, біз енді мынау көп жерде айтамыз ғой, енді салт дәстүр, тіл біз жақта басқа жақтан қарағанда көбірек жақсы дамыған. Мынау баяғы кездерде, конечно, енді қазіргіден гөрі өзгешелеу еді. Баяғыда мысалға мына ауылдық жерлердің, мына жалпы ауылдың мектебі деген енді үлкен мектеп қой. Оны еш жерден де біз негізі өзі баяғы Совет өкіметінің кезінен келе жатқанда былай қарасам, біз мынау европейс боламыз деп өзіміздің барымызды, көп нәрсемізден айырылып қалғанымызда. Баяғыда менен бір журналист сұрайды, сіз қалай ойлайсыз, 30 дамыған елдің қатарына біз қосыламыз ба, қосылады ма деп, соған жете аламыз ба деп ойлайсыз ба деп, мәдениеті дамыған деп та. Мен оларға айтамын, қазақтың мәдениетінен артық мәдениет болмаған еш жерде. Біз оны просто жоғалтып алғанбыз. Біз қазақтың тымағын аяғымызға таптап, ағылшынның шляпасына қол созып жүрген халық болдық бір кездерде. Мен енді содан қазір арыламай, оны жоқ қылып жібере алмай, екі ортада сол әлі күнге дейін келе жатырмыз, сонымен күресіп мысалы. Сондықтан да балдарды бірінші, мен ойлаймын, жалпы біздің өзіміздің осы ұлттық дәстүрлерге,
ұлттық құндылықтарға көбірек берген сол дұрыс болады деп ойлаймын да, өйткені ана әкең дейді тұрса, атпен келе жатсаң, аттан түсіп 40 қадам жетпей жатып, аттың тоқтатып түсіп, содан кейін жаяу барып сәлем бер дейді. Ер баланың маңдайынан сипама дейді, ұяң болып кетеді дейді. Ер баланың арқасынан қақ, көкірегін көтеріп, басы биіктеп, мына басын маңдайын көтеріп жүрсін дейді. Қыз баланың маңдайынан сипа дейді. Қыз деген ұяң болған ғой. Қыз деген ер адамның алдында шошаңдап ары бері жүгірмек түгіл, көзін көтермеген. Бұл бір оның бір бишарашылығы, сорлығы емес, ол оның әдеп тәрбиесі, тәртібі. Әйел баласы ер адамның алдынан ешқашан кесіп өтпеген, мысалы үшін. Қаншама неписанный бізде керемет заңдар бар ғой, әдемі. Егер соны балдарға бірінші біз фундаментально соны беріп алсақ, қалған нәрсені арыға лепить етуге жеңіл болады да. Мына қазір мысалға мына технология, ілім, білім дамыған сайын, мына Құранның адам баласы жазбағанына уже көптеген ғалымдар көз жеткізіп жатыр. Мысалға баяғыда ілімде айтады, бірінші дейді ет пайда болады, содан кейін барып дейді сүйек пайда болады деген. Ал Құранда жазылған, біз сендерді бір тамшы судан жараттық, 20 күннен кейін қанға айландырдық, одан кейін ағаш еккендей қылып дейді, ананың жатырына келіп оны жабыстырдық дейді. Ағаш еккендей деген сөзі, сол 9 ай анасының ішінде жатқан бала сол кіндіктен тамыр, содан қорек алады. Қараңыз. Сөйтіп дейді, күндеріне дейін бәрін жазып келгенде, солар айтады, бірдеңесін есімде жоқ. Пәренбай күннен кейін біз дейді, сүйегін жараттық, содан кейін барып оған дейді ет жараттық дейді да. Соң қазір мына білім дамығаннан кейін соған бәрі көзін жеткізіп таңғалып жатыр да, акасы шынында да бұлар мысалы үшін баяғы анатомия жоқ кезде, мына биология, химия жоқ кезде 14 ғасыр бұрын бұны қайтып кім жазды бұны? Акасы на самом деле бірінші сүйек жаралады екен, содан кейін бар ет бітеді екен балаға. Сол сияқты основательно, ар жағынан фундаментально өзімізге керек нәрселерді балдарға үйрету керек та, баланың да менің өзімнің тәрбиемде баланың басын анаумен де мынаумен де қатырудың керегі жоқ. Баланы жаңа бірінші рет ана атты да бір бәйгеге дайындау үшін оны бірінші мінетін қылып үйретіп алу керек қой, оңға солға бұрылатын қылып. Сол сияқты баланы өзіміздің қазақи тәрбиемен тәрбиелеп алып, содан кейін барып ары қарай басқа өзінің, мысалы үшін бала неге икемді? Сіздердің мектептеріңіз, бағана сіздердің әңгімелеріңізден байқап отырмын, әр мамандыққа неге икемі бар, соған қарай ыңғайлап дайындайтын мектеп екен. Ол өте тамаша. Bir бала мысалы үшін өнерге, спортқа бейім, бір бала білімге, жаңағы болашақ бір үлкен ғалым болуы мүмкін мысалы үшін. Сондықтан да көп нәрсемен миын ашта бермей, определенный бір кезеңге келгеннен кейін сол өзінің направлениесінде дамытып тәрбиелесе, мен жаман болмайды деп ойлаймын. Мен енді өзім ойым. Сіздер енді басқаша ойлайтын шығарсыздар, бірақ жалпы солай. Өнерге келгенде енді о бастан маған өзі Алла тағаладан берілген өзі өнерге құмарлық болды. Мектепте оқып жүрген кезде жаңағы Қуаш деген ағайым болатын, гармон тартады, баян. Сол кісінің артынан қалмаймын, аға мына өлеңді айтайыншы, ағай ертең елкада мына өлеңді айтайыншы деп сөйтіп жүретінмін. Содан анау мектепте КВН болатын о кезде біздің кезімізде. Кейін КВНді мамандыққа айландырып жіберді ғой қазір заманда. Бұрын ол өзіміздің мектеп аралық, жаңағы сосын кейін мынау студенттердің арасында, вуз арасында болатын сондай творчестволық, ол бір не еді, как конкурс, жарыс сияқты болып өтетін. Сол кезде сол мектепте жүрген сол КВНдерге қатысып, сол миниатюралар ойнап жүрдім. Содан әкем марқұм мені қоймай апарып, енді ауылда жүргенің жақсы ғой, бізге әйтеуір есіктің алдында бір мәшіне құм түсірсең де зияның болмайды деп, мені строитель боласың деп, осы Алматыда о кезде технологический институттан жаңадан бөлінген кезде ААСИ деген, Алматинский архитектурно-строительный институт. Сол институттың бір курсын оқыдым да, содан бір жағдайлар болып, соны тастап кеттім. Содан келесі жылында осы мына біздің
О жерден енді 25 километр Рабат дейді ғой, бұрын Фоголевка болатын, совхоздың орталығы. Сол жерге марқұм Шолпан Жандарбекова 60 жасқа толған несін тойын тойлап келді. Содан біздің совхоздың директоры сол кісіні шақырыпты. Енді жоғары жақтан указание болды ма екен, енді ол кезде тапсырма береді ғой. Күтіп аңдар, шапанын кигізіңдер, конверт беріңдер деп. Содан Балтағара деген партком бар еді. Сол кісі шақырып жатыр деді, бардым, сөйтіп айтты, бүгін деді, анау Әуезов театрының актерлары келіп жатыр. Біз де өзіміздің өнерпаздарымызды көрсетуім керек, сен ана домбырамен өлең айтатының бар еді ғой деді. Иә бар. Кешке таман олардың спектаклінен кейін совхоздың несінде клубының несі бар еді, столовый. Сол жерде деді, ол кісілерді күтеміз. Сен сол жерде домбырамен өлең айтасың деді. Жарайды дедім. Ол мен жарайды дегенде аяғым жерге тимей, соны өзі сондайды күтіп жүрген адаммын ғой. Сонда Шолпан апай кейін енді мен мұғалімім болды ғой, Шолпан апай Жандарбекова, өзі Жандарбеков деген енді мына біздің Жетісайдың кісісі болған ғой. Соғысы Шымкенттің оңтүстіктің келінімін деп. Сосын сол кезде Құдай берген міне. Сонда жаңағы неде Қозы Көрпеш Баян Сұлудың несін спектаклін қойып келген. Сонда мына Құдайың жап-жас жантықты ойнап жүр. Кейін мені мұғалім болды, Тілектес Мейрам деген халық әртісі, ол қозын ойнап жүр. Асанәлі Ашимов ағамыз марқұм, ол қодарды ойнап жүр. Сонда сол кісінің бәрі келген ғой енді. Содан кешеден дастархан болды, үлкен не. Сонымен айтты, осында біздің деді атақты шопанымыз бар, социалистік еңбек ері, екі Ленин орденінің құрметті ардагері, Москва ВДНХ-сының осында 4-5 алтын медалін ұтқан Қазақ СССР-ның еңбек сіңірген ауыл шаруашылық қызметкері осында Ибрагим Сабзалының ұлы мына балаға бір өлең айтқызайық деп, содан мен шықтым да жаңағы домбырамен зуылдатты бір-екі-үшеуін. Сөйтіп Шолпан апай шақырып қасына отырғызып қойды. Ой, айналайын, сен мынау өнерің жақсы екен, түрің бар екен, бойың бар екен. Мен, кстати, деді, келесі жылы курс қабылдайын деп жатырмын, кел маған деді. Содан барып, сол 1983 жылы сол жаңағы Алматинский художественный театральный институт дейді. Сол институтқа жаңа Шолпан абайдың курсына түсіп, содан ары қарай жалғастырып кеттім де, енді Алла тағала өзі бір оң несін берді. Екінші курста мен жаңағы Ұлықпан Есеновке случайно кездесіп қалдым бір тойда. Сол кезде мен анау Құдайбергенмен кімді Тұңғышбайдың дауысын сап пародия жасайтын. Сол бір тойда жағын жасап, содан сол кісі сол жерде отырған, енді сон Алла тағала кездесіп тұр ғой. Жаңа Тұңғышбайдың дауысын сап, Құдайберген сап, жаңа сосын шақырды, содан бір рөл берді. 92-міз ойнадық, содан кейін кеттім ғой, содан қарай жалғасып кетті. Келді. Ассалаумағалейкум әлеге. Өзіңіз басқарып отқан мына керемет мектепті көріп, куә болып, риза болып жатырмыз. Енді ұстаз деген ұлы есім, ұлы тұлға, ұлыларды болмайды ұмытуға. Ұстаз бүкіл өмірін арнай деген шәкірттің жүрегін жылытуға дейді. Осы жерде бүкіл шәкірттерге білім нәрімен сусындатып отқан бүкіл ұстаздар, сіздерге рахмет, Алланың нұры жаусын. Енді Бауыржан көкемнен асып еш нәрсені айта алмаймыз. Дегенмен де тек жақсылық тілейміз. Құдай қаласа Қазақстанымыз өсіп өркендеп, осы жастарымыз, Құдай қаласа елдің болашағы осы жастар деп айтып жатады. Құдай қаласа еліміз өркендей берсін, өсе берсін. Еліміздің дамуына осы Құдай қаласа КТЛ шәкірттері үлесін қоса берсін деп тілейміз. Мына Дәурен өзі шынында да өте талантты. Менің інелерімнің біреуі, өзі екеуі болса соның біреуі, біреуі болса осы өзі. Құдай қаласа. Ертең міне 1 наурызда концерт болайын деп жатыр. Құдай қаласа енді үлкен сахнаға мінекей қадам басып жатыр. Енді бұрын Шаншарда жүрді ғой, бірақ дегенмен міне ән әлеміне, әннің кемесіне мініп, парустарын көтеріп, үлкен теңізге шығып жатыр, Құдай қаласа. Сондықтан да енді ол мен бұған айттым. Ол теңіз сен енді көлде, анау өзендерде жүзіп үйреніп қалғансыңдар. Мынау үлкен теңізге қарай шығып жатсың. О жақта дауылдар болады, 11 метрлік волналар болады. Құдай қаласа соның бәріне батып кетпей, ары қарай үлкен океандарға шыға бер деп өз тілегімді айттым. Мен шығатынына сенем. Сол бүгін сіздер шақырғаннан кейін айттым, Дәурен жүр, менің қасыма барып
серіктес болып барып біраз өнерлеріңді көрсетіп, жастарға бір екі тілек айтып кетейік деп сыйлап сөзімді тастамай келгеніңе рахмет жаным. Давай. Бәрекелді. Енді мына жерде ұстаз, менің баламның бір әні бар, ұстаз деген ол менің екінші анам деген. Сондықтан сол аналардың құрметіне арнап жазған әніміз бар. Бәріңіздің аналарыңыз бар. Анасы бар адамның басында алтын тәж болады. Оны тек анасы жоқтар ғана көреді деген сөз бар. Сондықтан бар аналарыңызды қадірлеп, тыңдап, осы апайларыңызды, аналарыңызды көрсеңіздер, барлығы жақсы болады. Сондықтан менің анам деген Қайнар Алагөзовтың сөзіне жазылған Қуаныш Құрманбайдың әні менің анам. Қабыл алыңыздар. Жылқымен айланысқан адамын, баяғыда Европадан бір жылқы әкелетін. Сол кезде мына шабатын аттардың мына шеше жағының результаты жоғары болмаса ат шаппайды. Айғыр қанша мықты болса да. Мына бізде қазақ жылқы мінез деп жататын содан алып анадан туады дейді. Сондықтан да ананы бірінші орынға қойып, 9 ай құрсағына көтеріп, 9 күн толғатып дүниеге келтіргенде, енді әкенің құны бағасы жездедей ақ дейтін содан. Әке келеді, кетеміз анаға, мынаға, әйтеуір дүние тауып келеді, бірақ бүкіл тауқыметін, баланың тәрбиесін беретін, оқытатын да, шоқытатын да ана. Сондықтан да көп рахмет.